Сіздерге творожный пирог жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте жеңіл. Дәл осы рецептпен жасау үшін осы видеоны өзіңізге сақтап алыңыз және бізге подписаться етуді ұмытпаңыз. Видеоға лайк басыңыз, астына комментарий жазыңыз және де достарыңызға, подружкаларыңызға, туыстарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз. Олар да осы рецептпен жасап көрсін. Ең алдымен ұнымызды қосамыз, үстіне қопсытқыш, бір жұмыртқа қосамыз және қант қосамыз, сосын сливочный май қосамыз. Осылардың барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Дәл осылайынан етіп қолымызбен араластырып илеп алатын боламыз. Міне көріп тұрсыздар. Осындай болып шығады. Тестамыз жұмсақ, қолға аздап жабысқыш келеді. Енді бұл біз тестамызды холодильникке қойып қоямыз жарты сағатқа. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін біз творогты аламыз, 2 жұмыртқа қосамыз үстіне. Сосын біз ванильный сахар қосамыз, кукурузный крахмал қосамыз, сосын қант қосамыз. Жақсылап отырып барлығын араластырамыз. Осылай миксермен араластырып дайындап қойдым. Енді біз жәнегі дайындап қойған тестамызды 30 минуттан кейін холодильниктен алып шығамыз. Асығыс болсаңыздар морозильникке қойып қоюға болады. 20 минут, 15 минутқа. Дәл осылайынан етіп формамызға жайып шығамыз. Барлық жағы бірдей болу керек. Міне көріп тұрсыздар, осылайынан жайып шықтым. Енді вилкамен тесіп шығамын. Үстін барлығын ровналаймын. Дәл осылайынан етіп әдемі болу үшін. Енді жәнегі салмамызды миксерден өткізіп алғаннан кейін дәл осылайынан етіп сұйықтық болады. Оны осылай тестамыздың үстіне дүзулеп, қасықпен әдемілеп жайып шығамыз. Не көріп тұрсыздар, дәл осылайынан болады. Енді біз бұны духовкаға 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне көріп тұрсыздар, видеодағыдай өте әдемі шығады. Жасалу жолы өте жеңіл. Сіз де дәл осылай жасап көріңіз. Жасағаннан кейін міндетті түрде комментарийға бөлісіңіздер. Өте дәмді шығады. Және бізге балаларға өте пайдалы творог, сондықтан күнделікті жасап отырсаңыздар да болады. Не көріп тұрсыздар, дәл осылайынан әдемі дәмді шықты. Сіз де жасап көріңіз.